Барлықтарыңызға сәлем достар. Бүгін сіздермен қазанда пісетін самсаны көрсететін боламын. Біздің самсамыз өте қытырлақ, дәмді, сочный және асты да күймей пісетін болады. Ең алдымен бізге 1 стакан су қажет болады. Суға тұзымызды салып, тұз ерігенше араластырып аламыз. Оның үстіне еріген сары майды құйып, оны да араластырып, үстіне 1 жұмыртқаны жарып саламыз. Сосын ұнымызды аз-аздан сала отырып, қамыр елеп аламыз. Қамырымыз көріп тұрғандарыңыздай кішкене қаттылау болып елегені жақсы. Өйткені қазанға жабыстырған кезде біздің қамырымыз ағып кетпейтін болады. Қамырымызды 10 минутқа 15 минутқа демін алдырғанша қойып қоямыз, салафанға салып. Енді дайын болған 10-15 минуттан соң қамырымызды алып, 2 бөлікке бөліп, дөңгелек зуала жасайтын боламыз. Сосын қамырымыздың 1 бөлігін алып, жаюға кірісеміз. Қамырымызды өте жұқа етіп жайған жақсы, өйткені арасына майды жағып ораған кезде біздің қамырларымыз қатпар-қатпар болып шығады. Енді жайылған қамырдың үстіне ертілген сары майымызды толықтай бір текстетіп жағып аламыз. Сосын қамырымызды қысып, қаттық етіп, бір-біріне тығыздап орап шығамыз. Екінші қамырды да солай жайып аламыз. Міне біз 2 қамырды да жайдық. Енді оны бір тарелкеге қойып, үстін салафанмен жауып, холодильникке 1 сағатқа қалдырамыз. Қамырымыз дайын болғанша біз ішіндегі салмасын дайындап аламыз. Мен етті алдын ала ет тартқыштан өткізіп, оны салафанға салып, мұздатқышқа салып, оны қатырып қоямын. Керегін кезіне осылай дайындап пісіремін. Ал енді үстіне фаршымыздың үстіне туралған пиязды қосып, үстіне азырақ картопты турап, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Міне барлығын араластырдым. Енді салмасына мен азғантай құйрық май қосамын. Ол дәм беру үшін, сочный болып шығу үшін. Сосын дәміне қарай әртүрлі дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен зірені, бұрышты және кориандрды қосып, жақсылап араластырып, дәмін кіргізіп алдым. Міне біздің салмамыз дайын болды. Енді тоңазытқыштан қамырымызды шығарамыз. Салафаннан босатып, қамырды бөліктерге бөлеміз. Бөлікке бөлінген қамырларды үстінен басып, жаюға дайындаймыз. Міне біздің қамырымыз және салмамыз барлығы дайын болды. Енді оны жаюға кірісеміз. Біздің қамырымызды қатты жұқа етіп жаймаймыз, және қатты қалың емес болу керек. Қамырды жайған кезде біз тек қана шет-шетін ғана жаямыз. Ортасын кішкене бассаңыздар болады. Ортасы қалынырақ болып тұрғаны жақсы. Енді қамырдың ішіне салмасын салып түйеміз.
қамырдың шет-шетінен алып кішкенеден бастап жинаймыз. Және қамырды қатты қысып жинау қажет. Әйтпесе біздің қамырларымыз ашылып, қазанға жапсырған кезде ішіндегі салмамыз шашылып кетуі мүмкін. Міне мен барлық самсамды осылай түйіп алдым. Енді қазанды 20 минут алдын қатты отта қыздырып аламыз. Оға дейін біз жұмыртқамыздың ағы мен сарысын ажыратып алатын боламыз. Сосын біз жұмыртқаның сарысын самсаның бетіне жағамыз, ал ағын астына қазанға жапсыратын кезде пайдаланамыз. Сосын бетіне әсемдік үшін мен кунжутты септім. Ол әрине міндетті емес. Міне достар, біз қазанымыз қызып тұрған қазанға самсаны жұмыртқаның ағына малып, астыңғы жағын ғана малып, қазанға жапсырамыз. Мүмкіндігінше қазанға түбіне қарай жақындатпай, үстіне қарай жапсырғандарыңыз жақсы. Арасын қатты жақындатпаймыз. Піскен кезде олар көтеріліп, бір-біріне жабысып қалуы мүмкін. Сосын асты күйіп кетпесін десеңіздер, тұз сепсеңіздер болады. Сосын қазанның қақпағын жауып, оттың астын паситеміз. Міне біздің қазан самсаларымызды әр 10 минут сайын бетін ашып, ауасын шығарып тұру қажет. Әйтпесе біздің самсаларымыз парланып, ішіндегі қамырымыз езіліп, суланып кетуі мүмкін. Міне біздің самсаларымыз көтеріліп, үлпілдеп, әдемі болып тұр. Тағы да беті қызарғанша кішкене күтеміз. Міне достар, біздің самсамыз қызаруға жақындады. Ал енді біздің самсаларымыз пісті. Енді ол самсаларды пышақтың ұшының көмегімен түртіп отырып аламыз. Міне достар, біздің самсаларымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді, әдемі және қытырлы болып шығады.